Мен 6 сынып оқушысы Танат Толғанай Байымбекқызы бүгін сіздерге жақсылық керуені атты жобамызды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Бұл жоба қайырымдылық пен қамқорлықтың маңыздылығын түсіндіруге, қоғамдағы әлеуметтік әлсіз топтарға көмектесу жолдарын қарастыруға бағытталған. Жобаның мақсаты оқушыларға қамқорлық пен жақсылық жасаудың адам өміріндегі рөлін түсіндіріп, мейірімділік пен ізгілік құндылықтарын бойларына сіңіру. Біз қарттарға, әлеуметтік осал топтарға және мұқтаж жандарға көмек көрсету арқылы қоғамға өз үлесімізді қосуға тырыстық. Тақырыптың өзектілігі адамдардың бір-біріне жанашырлық танытуы, қоғамның дамуы үшін өте маңызды. Қайырымдылық ізгіліктің көрінісі, ол көмекті қажет етушілерге білдірілетін сүйіспеншілік пен қол ұшын беру болып табылады. Қайырымдылық жасау үшін бай болу шарт емес, ең бастысы таза ниет пен мейірімді жүрек. Жобаның негізгі әдістері: волонтерлық топтар, еріктілер клубтарын құру, акциялар ұйымдастыру, үйірме жұмыстары, аз қамтылған отбасыларға көмек, киім-кешек, оқу құралдары, сыйлық беру, облыстық қайырымдылық жобаларға қатысу, жеке басты көмек, қарт адамдарға қамқорлық. Жомарт жүрек еріктілер клубы мақсаты қоғам үшін өз еркімен еңбек ету арқылы оқушылардың жоғарғы адамгершілік қасиеттерін дамыту. Экобум облыстық жобасы, экодаму акциясы, қалдық материалдардан ойыншықтар жасап, балабақша балаларына сыйлыққа тартып, қамқорлық көрсету. Қамқор жобасы аясында қоғамға қызмет ету, волонтерлық қызмет. Мектепке жол акциясы бойынша аз қамтылған отбасыларын киім-кешектер, оқу құралдарымен қамтамасыз етіп, көмек көрсету, сыйлықтар беру. Қарттарға қамқорлық, яғни көмек көрсетіп, жәрдемдесу. Ардагер тайм жобасы аясында мектептің Жомарт жүрек еріктілер тобы 8 сынып оқушылары Сабдалина Дабижан Өміржановнаның үйінің ауласын қарын тазалап, ауласын жинап көмек көрсетті. 1 қазан халық